Армысыздар, қадірменді достар. Біз бүгін нарықтық баға немесе теңдік баға деген ұғымды қарастырып өтеміз. Егер нарықта сатып алуға дайын болған игіліктердің тура көлеміне сәйкес ұсыныс жасалынатын болса, онда нарықта нарықтық тепе-теңдік орнайды. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз нарықтың тазару үдерісі орын алады. Яғни нарықта бүкіл тауар сатылады, ешқандай тауар артық болып қалмайды, және де ешқандай тауарға деген тапшылық болмайды. Барлығы тепе-тең сатылып алынады және сатылады. Енді нарықтық немесе теңдік баға дегеніміз не? Ол сұраныс пен ұсыныс тең болған жағдайдағы баға болып табылады. Яғни, сатушылар сатқысы келген тауарды тұтынушылар сатып ала алатын, әрі сатып алғысы келетін баға болып табылады. Енді, теңдік баға деңгейі, яғни ұсыныс пен сұраныстың тең болуы, ол нарықта әркез орын ала бермейді. Кейде тауар көп болып кетеді, кейде тауар жетіспей қалады. Дәл солай сұраныс пен ұсыныстың арасындағы қарама қайшылықтардың әсерінен ол біртіндеп теңдік баға орнайды. Ол қалай болады? Егер тауар бағасы теңдік бағадан көп болса, онда яғни ұсыныс ол сұраныстан көп болады. Яғни тауар нарықта көп артықшылық орын алады, көп болады. Ол біртіндеп сатушылар бәсекелесі арта бастайды. Одан кейін баға төмендей бастайды, біртіндеп ұсыныс азаяды, және де сұраныс көбейеді де теңдік баға орын алады. Одан кейін тауар бағасы теңдік бағадан азая бастайды да, ең төменгі деңгейге жетеді. Одан кейін керісінше сұраныс ол ұсыныстан көп болып кетеді. Бұл дегеніміз сөз тауар дефициті орын алады, яғни нарықта тауар тапшы болады. Дәл солай тауар тапшы болады да, одан кейін тұтынушылар арасында бәсекелес арта бастайды. Одан кейін баға өсе бастайды. Одан кейін біртіндеп сұраныс азаяды, одан кейін ұсыныс көбейеді, одан кейін тағы да теңдік баға деңгейі орын алады. Дәл солай осындай бір өмір циклі орын алып жатады. Енді нарықтағы тепе-теңдік баға, яғни нарықтық баға, теңдік баға дегенімізді біз график жүзінде қарастырып өтейік. Мұндағы сіздер білетін S деген сөз, ол ұсыныс, D деген demand, ол сұраныс қисықтары, екеуінің ортасы біріккен жердегі E деген нүктеміз, ол сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысқан тепе-теңдік нүктесі болып табылады. Ал PE ол теңдік баға, ал QE теңдік көлем болып табылады. Бұл жерде егер бізде мынау ұсыныс деңгейі сұраныс деңгейінен көп болатын болса, онда нарықта артықшылық орын алады. Ал егер бізде мынау сұраныс деңгейі ұсыныс деңгейінен көп болса, онда тапшылық орын алады. Енді бұлай көзге қарайтын болса, егер тепе-теңдік нүктеден егер жоғары болатын болса, онда бізде артықшылық орын алады нарықта. Егер баға мысалы тепе-теңдік бағадан, PE бағамыз біздің тепе-теңдік бағадан көп болатын, жоғары болатын болса, онда артықшылық орын алады. Яғни ұсыныс quantity көлемі сұраныстан көп болады. Ал егер бағамыз біздің ол тепе-теңдік бағадан төмен болатын болса, онда біздің мынау ұсынысымыз сұраныстан quantity бойынша, көлем бойынша аз болады. Одан кейін нарықта тапшылық орын алады екен. Жалпы осы, аса құрметті достар, сіздер осы дәрістің презентациясын әрі Word нұсқасын осы сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.